Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін сендермен түбір мен қосымшамен танысатын боламыз. Ең алдымен сабағымызды бастамас бұрын бір дегенім жаман бала, алады оны жаман бала. Екі дегенім нашар баға, іні шегім нашарлама. Үш дегенім орта баға, сапасы да орта ғана. Төрт дегенім жақсы бала, алады оны жақсы бала. Бес тек үздік баға, оқимыз тек үздік қана. Балалар, бүгін біз түбір және қосымша дегенімізде танысамыз. Түбір дегеніміз не? Балалар, түбір дегеніміз сөздің өзгермейтін мағынасы бар бөлігін түбір деп атаймыз. Мысалға, тазалық деген сөзде түбір таза. Еркіндік деген сөзде түбір еркін. Келесі, қосымша дегеніміз не? Қосымша дегеніміз балалар, түбірге қосылған бөлшекті қосымша деп атаймыз. Балалар, мына сөздерге назар аударайық. Шаңғышы, бұл жерде түбір шаңғы, қосымша шы. Апталық, түбірі апта, қосымшасы лық. Күні, түбірі күн, қосымша і. Палуандар, түбірі палуан, қосымша дар. Ойымызды қозғап, жұмбақ шешейік. Кімнің ұшқыр ойы? Сайысатын кімдер айт? Мұзда 3 кезең бойы. Жауабы кеме. Балалар, мәтінмен жұмыс жасайық. Мәтінді мұқият оқып шығып, ішінен түбір және қосымша сөздерді тауып, параққа жазайық. Балалар, сендер шаршадыңдар ма? Ендеше сергіту сәтін жасайық. Осы видеодағындай қайталап шығамыз. Вен диаграммасы. Балалар, түбір сөз және қосымша сөздерді жазып шығыңдар. Сол жағымызда түбір сөздер. Оларды біз қосымшаға айналдырып, түбір мен қосымшаны ажыратып, ортаға вен диаграммасына жазамыз. Балалар, түбір сөз сөздің одан әрі бөлінбейтін мағынасы бар бөлігі. Қосымша сөз жұрнақ қосылу арқылы жасалады. Тест. Балалар, өзіміздің дәптерге түбір сөздерді және қосымшалы сөзді және қосымшасы бар сөздерді тауып жазайық. Балалар, сендерге үй тапсырмасына түбір мен қосымшаны қайталап келейік. Бүгінгі сабақтан не білдік, нені білдім және алдағы уақытта нені білгім келеді. Өз ойларыңды айтыңдар. Назарларыңызға рахмет.